Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Сіздерге бүгін Джон Рокфеллердің қалай бай болғаны туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыз. Ең бірінші Джон Рокфеллер деген әлемдік ең мықты, ең бірінші долларлы миллионер. Соның өмірлік ұстанымын сіздерге қысқаша айтып өтемін. Өзінің керегін біліп алыңыз, керегін жаратыңыз. Танымал кәсіпкерлер мен байлардың арасында Джон Рокфеллердің ерекше орын алатыны бәріне белгілі. Себебі Джон Рокфеллер әлемде бірінші болып долларлық миллиардер атанған адам. Рокфеллер бай болу үшін өмір бойы өз ережелерін қатты ұстанған екен. Бүгін сол туралы айтатын боламын. Ең бірінші ережесі ол біреуге аз жұмыс істеу керек. Өзіңізге көп уақыт жұмыс істемеген сайын нашар өмір сүресіз. Жалпы алып қарағанда, бұл принцип біреудің компаниясында жұмыс істеудің келешегі жоқтығын түсінген бизнесмендерге тән секілді. Психологиялық тұрғыдан алып қарағанда, әдеттегі түсінік бойынша жұмыс жетістікке аса қызықпаушылықты білдіреді деген сөз, иә? Егер мәселе жеке бизнеске келгенде, оның дамып барынша көп пайда келуі адамның қолынан келгенінің бәрін жасауға тырысып бағатындығында. Сондықтан жеке бизнес дұрыс. Рокфеллердің екінші қатаң ережесі ол ақшаны үнемде. Тауарды арзанырақ және көтермелеп алуға болатын жерді іздеу керек. Сатып алатын заттарды алдын ала жоспарлы және тізім бойынша ғана сатып алу керек. Өте бай бола тұра, көптеген кәсіпкерлер қарапайым өмір сүруді жалғастыра береді. Киімі мен техника және тағы да басқа заттарға ақша жұмсамайды. Кішкене кезінен әрбір центті ақшаны санап үйреніп қалған Рокфеллер бұл ережеге әлемдегі дәулетті адамдар атануға көмектескен. Егер ақшаң аз болса, бизнес жасау қажет. Егер ақшаңыз мүлдем жоқ болса, тез арада бизнес жасау қажет. Дәл қазірден бастаңыз. Адамдардың шамалы пайызы ғана осы принципке еру мүмкін. Себебі бизнеспен айналысу мен басқа адамдарды басқару қабілеті бәрінен табыла бермейді. Ал Рокфеллер бастауыш мектепте оқып жүрген кезінің өзінде балаларға көтерме бағамен кәмпит сатып, туған әкесіне қарызға беру арқылы ақша жинаған. Қызық, иә? Одан кейін үлкен байлық пассивті табыс арқылы келеді. Пассивті табыс көзін құру керек және рахат өмір сүріңіз. Шынымен де Америкада ештеңе істемей-ақ байып кетуге болады. Кез келген адам ірі компаниялардың акцияларын сатып алып, Apple, Facebook, Google мен байи алады. Жақсылап ойланар болса, пассивті табыстың басқа да түрлерін табуға болады. Айында кеміне $50,000 табу жайлы ойлаңыз. Одан көп табуға болады, бірақ аз ойламаңыз. Рокфеллердің тағы бір ұстанатын заты ол саған ақша басқа адам арқылы келеді. Байланыс құру керек. Тұйық адамдардың бай болуы өте сирек. Ірі бизнес былай тұрсын, танысың болмаса, балмұздақ палаткасын қойдың өзі қиын. Иә, солай ғой. Әрдайым жеңімпаздармен және оптимистермен тілдесуіміз керек. Кедей орта әрқашан дерлік сені кедейлікке тартатын болады. Тіпті өте бай адамдардың өзінде ақшадан, мақсатта және сенің арманыңнан айыратын туған туыс, дос-жаран және сұраушылар көп болады. Егер сен әзірге кедей болсаң, сенің айналаңда байларды ұнатпайтын, сыйламайтын, тіпті кейбір жек көретін адамдар болуы мүмкін. Кедейлік жауапкершіліктен бас тартқан кезде келеді. Өзіңе сылтау іздей берме. Не себепті сенде дәл қазір өз мақсатыңа жетуге әрекет ете алмайсың? Мотивациясыз қандай да бір нәрсеге қол жеткізу мүмкін емес. Қатаң дәстүрмен тәрбиелену керек адам. Негізі әлемдегі ең бай адамдардың өмірі мен ойларын зерттеңіз. Дәл қазір сен дәл осы нәрсемен не үшін айналысып жатсың? Демек, бай болуға деген алғашқы қадам жасалды. Арман бұл сенің өміріндегі басты нәрсе. Арманыңды кәсіби түрде бизнес бағдарламаға айналдырыңыз. Өзін өзі басқару, мақсат қоюға және оларды шағын мақсаттарға бөлуге үйретеді. Мақсаттың негізінде сіз бақытты ететін арман тұрады. Бизнесте де, өмірде де жоспарлауды да құрылымсыз болмайды. Адамдарға шын ниетіңізбен көмектесіңіз, бірақ өзің қалаған адамдарға ғана. Табысың 10%-ын қайырымдылыққа беріп отырыңыз. Егер ақша қуаныш әкелмесе, онда оның қажеті не? Миллиардерлер, кедейлер үшін өз табыстарын ең құрғанда бірнеше пайыздан бас тартуға қабілетті. Рокфеллердің ең соңғы айтатын цитатасы мынадай екен: кім күні бойы жұмыс істесе, оның ақша табуға уақытысы жоқ. Келісесіз бе? Өз жоспарыңызды іске асыруға кірісетін болсаңыз, міндетті түрде нәтиже болады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сізде бай адам болуға қандай мүмкіншіліктер бар екен? Өз ойыңызды комментарийға жазып кетіңіз.